Юпитер күннен 5-ші планета, сондай-ақ ол планеталардың ең үлкені. Күнді есептемегенде, Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен нысан. Оны газдалып деп атайды. Өйткені ол өте үлкен. Және негізінен газдардан, сутегі, гелий, метан мен аммиактан тұрады. Юпитер жұлдыздарды құрайтын заттардан жасалған. Егер ол 80 есе ауырақ болғанда, планета емес, жұлдыз болар еді. Юпитердің салмағын теңгеру үшін жер сияқты 318 планета керек. Ол күн жүйесіндегі қалған барлық планеталардан 2,5 есе ауыр, ал оның диаметрі 142 мың километр. Оның алыптығы сонша, егер Юпитер үлкен құмыра болса, оның ішіне 1300 жер сыйып кетер еді. Бұл ғаламшар мыңдаған жыл бақылануда, оны көне римдіктер де біліп, құдайлар патшасы Юпитердің құрметіне атаған. Ал қазақ халқы оны есек қырған деген. Ол түнгі аспандағы ай мен шолпаннан кейінгі 3-ші жарық нысан. Юпитер күннен тым қашық, сондықтан оны 11 жер жылынан астам уақытта айналып шығады. Юпитер орбитасы жердікінен өте ұзын болғанмен, ондағы тәулік әлдеқайда қысқа. Юпитер өз білігінен 9 сағатта бір үйіріледі, кез келген планетадан тез. Мұндай тез үйірілу планетаны қоршаған бұлттарда ерекше қатал ауа райын туғызады. Сондықтан Юпитер күн жүйесіндегі ең дауылды планета. Юпитерде үлкен қызылдақ деп аталатын ғасырлар бойы соғып тұрған тұрақты дауылдар иірімі бар. Оны 350 жыл бұрын Роберт Гук пен Джованни Кассини ашқан, және ол телескоппен көрінеді. Үлкен қызылдақ өте алып, ол жерден үлкен. Алайда, соңғы бақылаулар оның кішірейіп бар жатқанын, және бұрын соңды байқалған ең кіші мөлшерге жеткенін көрсетті. Юпитер бұлттарындағы температура 0-ден әлдеқайда төмен, Цельсий бойынша -145 градус. Бірақ ғаламшар ортасында өте ыстық. Юпитер ядросындағы температура 24 000 градусқа жетеді. Күн бетінен ыстық. Әзірге Юпитердің 95 серігі ашылды. Олардың көбі өте шағын, ені бірнеше километр ғана. Ең үлкен 4 серік Ио, Европа, Ганимед пен Калистоны жерден телескоппен көре аламыз. Оларды осыдан 400 жылдай бұрын италиялық астроном Галилео Галилей ашқан. Ганимед күн жүйесіндегі ең үлкен ай. Ол тіпті Меркурий планетасынан үлкен. Юпитердің айналасында жіңішке сақиналар жүйесі бар. Бірақ бұл сақиналар Сатурндікінен анағұрлым кіші. Негізінен ұсақ тозаң бөлшектерінен түзілген сақиналардың жіңішкелігі мен көмескілігі сонша. 1979 жылы НАСАның Voyager зонды Юпитерге таяғанша олардың барын ешкім білмеген. 1973 жылдан бері 8 ғарыш аппараты Юпитерге барды немесе оның қасынан өтті. 2011 жылы 5 тамызда НАСА планетаны одан әрі зерттеу үшін Юнон атты 9-шы аппаратты ұшырды. 2016 шілдесінде ол Юпитер орбитасына шығып, күн жүйесінің алыбы туралы құнды мәлімет бере бастады.